Көліксіз кептеліс, автокөлік құжаттарын рәсімдеу, жүргізуші куәлігін беру сынды қызметтер Ішкі істер министрлігінен азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына берілгелі тұрғындар тәуліктеп кезек күтуде. Соңғы 2-3 күнде халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс жүйесі бұзылып, адамдар ашу шақыра бастаған. Мәселенің мән-жайы турасында тілші тарқатады. Адамға ең бірінші керек нәрсе әркімнің денсаулығы өзіне қымбат. Уақыт қымбат. Осы екі нәрседен алтыннан айырып отыр. 1 шілдеден бастап Ішкі істер министрлігі өздеріндегі тіркеу және сынақтан өткізу бөлімдерінің жұмысын бір жола тоқтатты. Енді аталмыш қызметтерді азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы атқаратын болады. Яғни, енді көлік құжаттарын рәсімдеп немесе жүргізуші куәлігін алуда құқық қорғаушылардың қатысы жоқ. Барлығын халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары жүргізетін болады. Тіркеуге қойып, тіркеуден шығару үшін. Сол жұмысты міне 3 күн болып жүргенімізге әлі нәтижесі жоқ. Неге десеңіз, мына жердегі адам көптігі бірінші, бүкіл Қарағанды облысының бәрі, Атырау, Ақтөбе бүкіл жақтан жүр адамның бәрі. Бір-ақ рет кіреміз, үлгереміз, бір-ақ талон аламыз да, кіріп қыздарға барамыз, солар бірдеме дұрыс емес деймін, кетеміз, екінші рет кіре алмаймыз, сөйтіп 3 күн болып жүргеніміз. Алайда бұл бастама іске кірісті де, кіріскен бетте тұралап қалды. Тұрғындар халыққа қызмет көрсету орталығынан 2 күн бойы шыға алатын емес. Оған себеп жұмысы бітпейді. Тіпті таңертеңгі 8-ден түнгі 12-ге дейін кезегін күтіп, екі көздері төрт болды. Отбасы жұмысын тастап, тәуліктеп кезекте тұрған автокөлік иелерінің бүге-шүгесіне дейін қарастырып, жетер жеріне жеткізбей, жүйені іске қосқан басшыларға деген өкпелері қара қазандай. Кеше таңертеңнен келіп, түнгі сағат 1-ге дейін болдық. Міне түгел кісілер біледі. Түнгі сағат 1-де кетіп, азанда 7:30-8-де келдік. Очередь алдық. Әлі міне жүрміз. 2 сотка болды. Ешқандай бізде қозғалыс болып жатқан жоқ. Тұр, ана таблоға қараймыз, отырамыз, тұрамыз. Қанша адамның уақыты кетіп жатыр. Қазір алтын уақыт, 1 секундтың өзі адамға үлкен уақыт. Жаңа жүйеге ауысқалы 500-ге тарта құжат қабылданып, алайда тек 300-не ғана толыққанды қызмет көрсетілген. Қалғаны техникалық ақауларға байланысты шаруаларын шеше алмай қайтуға мәжбүр. Бүгінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары түннің жарымына дейін жұмыс істеп, автомобиль иелерінің құжаттарын қабылдауда. Дегенмен атқарушы органдарға жіберген базаның істемеуінің себебінен қабылданған арыздардың қашан қарастырылатыны белгісіз. Біздің жүйеміз өзгерген жоқ. Біз сол жүйемен әлі де жұмыс істеп жатырмыз. Ол атқарушы органның жүйесі өзгерген. Ішкі істер министрлігінің жүйесі өзгерген. Біздің жүйе өзгерген жоқ. Тек қана жаңадан қосылғаны жаңағы құжаттарды сканерлеу. Бұл жерде бэк-офис дейді ғой, бэк-офистің қызметкерлері, ішкі істер министрлігінің қызметкерлері құжатты сканерленген түрде көріп жатыр. Сол олардың жаңа жүйесі қазіргі таңда дұрыс жұмыс жасамай жатқандықтан құжаттар жасалынбай жатыр. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары 2 күн бойы сағат кешкі 10-ға дейін өтініш арыздарды қабылдап, түнгі 1-ге дейін дайын болған құжаттарды тапсырған. Алайда жүйенің қашан қалыпқа келері әлі белгісіз. Аян Алматұлы, Равиль Валиев, 5-ші арна.